Адамның басы Алланың добы деуші еді үлкендер. Бұл уақытта адамның басы саясаттың добына айналғандай. Әйтпесе Мұханның бір емес, екі ұсталатындай не жөні бар еді. Түрмеде Никарадағы сабылған сарсаң тағы да басталды. Күніне бір немесе екі рет барады. Апарған тамағын кейде алады, кейде алмайды. Көрісуге де рұқсат жоқ. Үйде отыруға тағы да байыз таппайды. Ұзақ тексерістен кейін бір рет көрісіп, тамақ кіргізуге рұқсат берді. Ой Алла, бұған да шүкір. Әйтеуір алысқа кетпесе болған деп жүрді. Мүмкін шығарып тағылар деген оймен жүрді. Үміт дүниесі ғой. Бірақ қайдан? Көктемнің басында қамағаннан жаз ортасына дейін ұстап, қайтадан ит жеккенге айдап жіберді. Қайда кеткендерінен бастапқыда дерек ала алмады. Өзінен хат келген соң ғана білген еді. 8 жыл сарғайып күткен жан-жарымен зорға табысып, енді ұғынысып, ел қатарлы жарасты ғұмыр кеше бастағанда, одан қайта ажырап қалу бұған оңай соқпады. Бар қуатын осы 8 жылға сарп еткен бе, бойын жия алмады. Есеңгіреткен бір күйде болды. Жұлған гүлдей солбырайды да қалды. Өлі мен тірінің арасында құр сүлдерін сүйретіп жүрді. Ешкімге тілдесуге зауқы соқпайды. Меңіреген қалпы сылп-сылп басып қыбырлаған болады. Балалардың не істеп, не қойып жатқанына да назар аудармады. Олар бұдан бір нәрсе сұраса, деп беттеріне аңырайып қарайды. 2-3 рет қайталағанда ғана әрең оқып жүрді. Күйеуі алғаш қосталғанда жас, қажыр қайратың толысқан шағы ғой. Сондығынан ол зобалаңға төтеп берген екен. Ал осы жолы мүжіліп, мұхалып та қалыпты. Еңсесін көтере алмайды. Бойында қауқар қалмағандай. Бар қажыр қайраты опырылып, Мұханмен бірге кеткендей. Еш нәрсеге көңілі селт етпейді. Сүлесу, енжар, мимырт тіршілік етіп жатты. Көршілері де алакөзденіп қарайды. Жанына ол да батты. Ешкімнің көзіне көрінгісі келмейді. Күнде бірге ойнап, бірге жүрген балалары мұның ұлдарын қоспауға тырысады. Тап бір аласы-песі бардай, бұлардан сырт айналды. Жұт 7 ағайынды деуші еді. Сол рас екен. Сарғасқа сиырдың өз төлі ойнақтаған жан құнажын қашары бар еді. Сиыры қартайған ба, жылда қысыр қалатын болып жүр. Түбі енесіне тартқан мал болар деп, осы құнажынды сауып ішерге ұстап қалмас деп жүретін. Келесі жылы Құдай бұйыртса, Қайсары мектеп бітіреді. Сол тұста кәрі сиырды сатып, бір қажетіне жаратсам, не балалардың үстін бүтіндесем деп ойлап жүретін. Қорада байлаулы тұрған жерінен сол жоғалып кетті. Бас иесі кетті, әйел қайдан іздесін деген шығар. Іздегенде Маруа қайда бармақ? Адамнан тірідей айырылып отырғанда мал деген не тайыры. Ұры алыстан келді деймісің, күнде көріп жүргендердің біреуі болар. Дегенмен Маруа іш жиып сескеніп қалды. Балалар да жасқаншақтап үйден шығуды қойды. Бұл арада тұрудың өзі қиындап бара жатқандай көрінді. Халық жауының отбасы деген таңба қайта айналып тапқандай. Балалары бір нәрсеге арандап қалар мекен деп те қорықты. Марғуа мына құтсыз үйді сатуға оқталды. Бастарына құт береке әкелмеген соң қимайтын несі бар. Қайнысының ағаның көзі емес пе дегенін құлағына да ілмеді. Ағаң оралып келсе тағы жай салып берер. Тек соның қарабасының амандығын тілектеп бетінен қайтпады. Алушы табылар мекен, одан да соны сұрастыр деп қадап айтты. Жаңа үйге неге алушы табылмасын? Сұраушылар көп болды. Өткен бағасына беріп, өздері тағы қайнысына жақындап жүрге көшіп барды. Балаларын қайнысы қызмет істейтін мектепке ауыстырды. Олардың оқуларын, тәртібін қадағалайтын күштің бойында қалмағанын анық ұғынды. Не болғанда
ер қара ғой деп қайнысының көз алдында жүргендерін жөндеп көрді. Құдай көкелеріне зейін берді ме, әлде әкелерін қақпақылға түскен тағдыры талай ой салды ма, балалары тез есейіп, ширап, оқуға деген ынталарын еш төмендетпеді. Марғуаға осы жұбаныш еді. Күндіз балаларын көзінше тастай қатып, меңірейіп жүргенмен түні бойы егіліп жылайтын. Сондағы ойлайтыны Мұханның жазған басы. Осы жол неден жазықты болды екен деген бір шырмау ой. Ойлай әркімнен, әр нәрседен бір күдіктенеді. Осы менің қу тілімнің залалы тиіп кетпеді ме екен деп те топшылайды. Күдіктенеді, шолақ қол уәкіл ғой. Көктемге салып оны базардан кездестірмесі бар ма? Онда Мұханның ұсталмаған кез болатын. Мұны көріп, әдейге алдын орап шықса да, кездесе ұшырасса да, өз біледі. Тар жерге бетпе-бет келіп қалды. Бұрылып кетуге кешеді. Әрі көріп тұрып бұрылып қанша жөнелетінде не көрініпті. Соншама бұл оның алдында айыпты ма еді, бірақ сасқалақтаған рас. Содан шығар, есенсіз бе деді жаймен. Ал ол оқыс ұшырасқанына таңданған түр тартты. Соған қарағанда мұны бағанадан бері көріп жатқан анық еді. Я, күйеуің келіп, көзайым болып жатырсың ба? Даусында ашық жарқын пейілден көрі жымысқы кекесін уыты көп еді. Құдайға шүкір, дұрыс екен. Масайрап жүр екесің ғой? Масайра деп ернін жымқыра мырс-мырс күлгендей. Жүзіне бұлардың жай жатсарына қанық адамның аяр күлкісі ойнап шыға келгендей. Осының өзі кім, сөзі кім деп бұл қасынан өтіп жүре берген. Енді ойлағанда ол сонда Мұханның қайта ұсталынатынын біліп, әдейіге келемеждеп тұрғандай көрініп кетті. Қателесіп біреуді артық кінәлап отырса, Құдай өзі кешірсін. Мұхан бір күні кешкісін қобалжып келгенде көрінді бұған. Күйеуінің мінезі ауыр, тұйық жан ғой. Сүйегіне біткен сол мінезін көрген азабы мен тозағы да өзгерте алмаған. Қайта одан сайын жаншып, тұқыртып, аузынан сөз шықпайтындай күйге түсіргендей. Аса бір көңілді сәтінен тап келмесең шешіліп, көсіліп әңгіме айтуы да өте қиын. Бұл оның шайын құя отырып, бетіне ауық-ауық жалтақтап қарай берген. Өзінен бір жылы лепес күтіп отырғанын сезді ме, әлдене ішіне симады ма? Мен әлгінде жұмыстан келе жатып, баяғыда өзімді тексерген тергеушіні жолықтырып қалдым. Мені көрмегенсіп тез жылыстап кетті дегені. Қойшы, адамға адам ұқсай береді ғой, басқа біреу шығар, деп бұл оның көңілін орнықтыруға тырысқан. Қайдам, соның өзі екен анық. Мұнда не істеп жүрген? Оны қайтесің, бәлкім қызметі ауысып келген шығар. Оның енді сенен неше шаруасы бар? Солай ғой десе де іштей дегбірсізденіп отырғаны сезілді. Мұханның сондағы көргені сол тергеуші екені анық болса, оның сірә тегін жүрмегені болды ғой. Осындай кемтар есіне түскенде Марғуа байыз таппай кетеді ақ. Неден күйді, неден жазды екен? Марғуа күйеуінің алдында бір ағаттық жіберіп алғанын артынан бағамдап, өзі кінәлідей қипақтады. Япыр-ай, өткенде онсыз да жаны күйіп отырғанда неден жазықты болдың? Айтсаңшы деп жазғырып нем бар еді. Күйдіргі тіліммен одан сайын күйдірген екенмін ғой деп қатты өкінді. Несіне айтты екен? Мұханның сондағы тістенген сұп-сұр әлем тапырық жүзі есіне кетпейді. Қайран, асыл ардағым, қайда жүр екенсің? Әлде Құдай өзің сақтай көр. Жаманаттың бетін аулақ қыла көр. Мұханның күйігіне күйік қосып, көңіліне қаяу салып жібергенін артынан түсінді. Бұл да оны кінәлайтындай көрінді сонда. Оның іштей кеміріліп жүргенінде бір жағынан осыдан еді. Іштен